Саламатсыздарбы окуучулар. Сиздермен президенттик олимпиадада келген эсепти талдайык. Мен өзүм президенттик олимпиадада Казылар алкасынын курамында болгонмун. Сондуктан окуучулардын басым көпчүлүгү жиберген кателиктерди айтып кетүүтү жөн көрдүм. Караңыздар, бул бизде президенттик олимпиадада келген биринчи себеп. Эгер сиз президенттик олимпиадага катышкан болсаңыз, онда сиз осы эсепти билесиз, тааныйсыз. Бул бизде эмне дептир? Чиндөөдө шешиңиз деген, бул эсепте. Демек, биз билүүбүз керек, квадрат түбүр терс сандан түбүр шыкпайды, квадрат түбүр немесе түбүрдөн терс сан шыкпайды деген эки угум бар, Яны түбүрдөн эше терс сан боло алмайт, немесе түбүрдөн терс сан чыга алмайт. Осы эки вариантты кароо керек. Яны бизде түбүрдүн иши кандай болуу керек? Терс эмес сан болуу керек. Терс эмес деген сөз ол артык немесе тең 0 деген сөз, туугу? Демек, биз түбүрдүн ишин карайтын болсак, 18x минус x квадрат минус 81 артык немесе тең 0 болуу керек, Сонда караңыздар, эсепти былай чыгарууга да болот. X квадрат минус y квадрат тең түбүрасында казір мен мындай минусты чыгарсам, менде эмне калат? X квадрат минус 18x плюс 81 деген калат, Сонда x квадрат минус y квадрат тең болот түбүрасында минус эмне болот? Менде x минус 9дун квадратын бериптир, x минус 9дун квадраты. Сонда караңыздар, биз мындай касиетти билебиз, түбүрасында анын квадраты болсо, түбүрдөн модуль а чыгат деген. Кээ бир окуучулар осы менен кеткен, түбүрасында x минус 9дун квадраты болгондон просто x минус 9 деп койгон, яны модулден чыгармаган, просто x минус 9 деп койгон. Биз бул касиетти бул жерде колдоно алмайын деп турбуз. Неге? Себеби түбүрдүн ичинде минустур. X минус 9дун квадраты мындай минустур. Биз билебиз, x минус 9дун квадраты ол әр убакытта 10 сан. Яны кез келген сандын квадраты ол бизде терс эмес сан, 10 сан. Сонда мына минусубуз калып коет деген сөз. Демек, бул жерде тек гана түбүрдүн иши 0ге тең болатын гана бир вариант бар деген сөз. Туктабы? Немесе мына тәсилмен карайык мына. 18x минус x квадрат минус 81 артык немесе тең 0. Онда минуска көбөйтүп жиберетін болсак, биз минуска көбөйтүп жиберсек, x квадрат минус 18x плюс 81. Бул жерде эмне болду? Теңсиздикти эки жагында терс санга көбөйтсек, немесе минус 1ге көбөйтөбүз дейбиз го. Сонда минус 1ге көбөйтетін болсак, теңсиздик тамгасы карама-каршы тамгага өзгөрөдү. Осуну эскерүү керек. Окуучулардын басым көпчүлүгү осуну да эскерген жок. Теңсиздиктин эки жагын минус 1ге көбөйткөн кезде теңсиздик тамгасы карама-каршы тамгага өзгөрөдү деген. Осуну колдонобуз. Ары ката Енді окуучулардын басым көпчүлүгү бул эсепти калай чыгарган? Дискриминант аркылуу чыгарган, Дискриминант аркылуу таптыңыз, жакшы, бизде x тең 9 деген түбүр чыкты. Окуучулар эмне истеди? X мына жерде таңбасын өзгөрткөндө кичи немесе тең 9 деп жаз, таңбасын өзгөртпегенде артык немесе тең 9 деп жаз. Ал бул эмне болот? Бизде кате болот. Себеби түбүрүн тапкандан кийин квадрат теңсиздикти чечтик, түбүрүн тапкандан кийин эмне истейбиз? Сан өсүндө сол түбүрдү белгилейбиз. Теңсиздик катан эмес, экинчи 9-умуз бизде боялат. Эки жагын эки аралык табабыз, Теңсиздик бизде x1де x2де 9га тең, яғни эселүү түбүр болуптур, Эселүү түбүр болгондуктан, онун сол жагы кандай тамбаны кабылдаса, онун оң жагы да сондай тамбаны кабылдайт деген бар, Квадрат теңсиздиктин касиеттери сегизинчи класста өтүлгөн. Сайкесинче x-тин сол жагында эмне бар? Бизде эң оңай сан 0 бар. 0ды акелип мына теңсиздикке коябыз, экинчисине коябыз. Себеби бизде минуска көбөйтүп, биз жана тамбаны өзгөрттүк. Сондуктан экинчисине коябыз. 0, 0 плюс 81. Демек кандай? Плюс. Онун оң жагы да плюс болот деген сөз. Немесе просто 9дан кийин кандай сан бар? 10 бар. 10ды акелип коюңдар. 100, азайтам 180, косам 81. Сайкесинче кандай сан чыгат? 10 сан чыгат. Демек бизде эмне болуптур? Терс аралык жок. Яны кичи немесе тең 0. Бизге эмне кандай керек? Минус аралык керек. Минус аралык жок. Демек бизде 0ге тең аралык бар, себеби бизде тең боло алат деп турбу? Демек x тең 9 деген бир гана мүмкүн мандер жыйыны бар деген сөз. Мына мүмкүн мандер жыйыны бизде x тең 9. Башка мән жок мына. Яғни мына түбүрдүн иши тек гана 9ды кабылдай алады деген сөз. Онда эмне болуптур? X тек гана 9га тең болуптур. Онда x 9га тең болса, онда мына x-тин ордуна эмнени коям? 9ду коям. Осы жерде тагы бир кателик окуучуларда. Мына кээ бир окуучулар x-тин 9га тең экенин тапты да,
x квадрат минус y квадрат тең 0 деді де арқата теңдеуді шеше алмай қалды. Ал x неге тең болыпты? 9-ға тең болыпты. Енді мына жақтағы x-қа 9-ды қойсақ, сол жағындағы x-қа да 9-ды қоямыз ғой, екеуі бір әріп қояды x деген. Сәйкесінше не болады? 9-дың квадраты минус y квадрат тең 0 болады. Ары қарата a квадрат минус b квадратпен жіктеу жерге болады. 9 минус y, 9 плюс y тең 0-ге деп. Бұл жерде оқушылардың жіберген тағы бір қателіктері қандай болды? Міне y квадрат тең 81 деп жазды да y тең болады 9 деп кетті. Ал қандай болу керек бізде? Мына жерден y тең 9 деген бір түбір шығады, келесі жақшадан y тең минус 9 деген екі түбір шығады. Яғни y тең 2 мәні шығу керек. Сәйкесінше y квадрат 81-ге тең болса, y неге тең болу керек? Плюс минус 9-ға тең болу керек. Яғни минус 9-дың да квадраты 81 деп береді, 9-дың да квадраты 81 деп береді. Сәйкесінше x-тің бір мәнінде y-тің екі мәні сәйкес келеді деген сөз. Сонда жауап қалай жазылады? Жауап екі айнымалыдан тұратын теңдеу болғандықтан жауап бізде теңдеулер сандар жұбы түрінде жазылу керек. Яғни x, y, келесі x, y. 9 болғанда минус 9 болады, 9 болғанда 9 болады. Бізде берілген теңдеудің осындай екі жауабы бар деген сөз. Түсінікті ғой? Сонда біз бұл теңдеуді шешу үшін бізде құрамында түбірі бар өрнектерде, яғни квадрат түбірі бар өрнектерде, яғни квадрат түбір, 4-ші дәрежелі түбір, 6-ші дәрежелі түбір, сондай жұп түбірлер болған кезде бізге анықталу облысы маңызды. Немесе анықталу облысы не деп айтамыз? Мүмкін мәндер жиыны деп айтамыз. Анықталу облысы деп айтамыз. Екеуі бір сөзде бір мағынаны білдіреді. Яғни x-тің қабылдайтын мәндері деген сөз. Осыны ескеру керек болды. Сонда бізде жауап жазғанда бізде қандай түрде жазуымыз керек? Сандар жұбы түрінде жазуымыз керек. Яғни сандар жұбы деген қандай? Жақшамен x, y-пен жазылу керек деген сөз. Бірінші x тұрады, екінші y тұрады. Басым көпшілігі жіберген қателіктерді сіздерге осы жерде талдадым. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар. Әзірге осы сабақты аяқтаймыз. Сау болыңыздар.